басталды. Сухарик, содан кейін яшкино бафли, және содан кейін пико ананасовый сок, сосын пико апельсин сок, сосын дада апельсин сок. Сосын бізде осындай биостан кейін бізде осындай яшкино бафли, және осындай кішігірім кәмпиттер, қаймақ және жоға. Біз ресторандамыз. Тимур, после операции вакцинадан кейін еттің сорпасын, жылқының етін сондай ішу керек. Ал оған болмайды қазір. Дұрыс па? Таза су. Малдар деп кететін жоқ, малдың бұйығы су. Айқа, көрсем ғой. Вот достар, арбуз, осындай. Қазір мамалар дүкенге кіріп кетті. Мен күтіп отырмын опять. Сол. Қазір мен сізге өзімнің жақындалған, міне мен осындай айтпақшы бандамка алғам алдыңғы жолы. Сіздерге көрсетуді ұмытып кетіппін. Осындай түсте. Ой, теріс болып қалыпты міне. Вот. Міне. Ұшым осындай. Мен машинадан кіріп кетті қазір дүкенге. Жұмысқа кетіп бардым, ол жерінде отыр. Пәдмалы, қалғандары шамалы. Осындай копилка бастаған болатынмын. Соған қазір сіздермен бірге 500 теңге салатын боламыз. Міне 100 теңге. И тағы 100 теңге. В общем, жалпы айтқанда осы копилканы қолдан жасаған болатын. Бұл жақта бір 28-30 теңгеге арналған. Енді шыдасам жиналады. Мен негізі ондай қатты шыдай алмаймын. Ақша жинаған кезде сол үшін де көбінесе құртып тастаймын. Вот осылай. Енді бояп тастаймыз бірге, сіздермен бірге. Мен өзімнің TikTok аккаунтында сонымен қатар жазыла кетіңіздер. И инстаграмыма жазылып кетіңіздер. И бізде кішігірім, пусть менде кішігірім уборка. Күнім сен сөнбеші, сөне көрмеші. Күлкіңнің түссе сәулесі, жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, күнім сен. Сөйтіп мен қазір душқа түсіп шықтым. Сөйтіп уборканы аяқтап, енді влогтың жартысын сіздерге монтаждап жатырмын. Ал сіздер не істеп жатырсыздар? Достар, мен осылай жаттығуымды жасап, сөйтіп бәрін істеп болдым. Бүгінгі айтпақшы мен новый блокнот жасадым. Енді бұл жолы қолдан жасадым. Сіздерге егер қызық болса, тоже көрсете жатамын. Бұл жеке видео арнап. Енді сол қазір умывашкамен бет қолымды жуып ұйықтайтын боламын. Енді влог кішігірім болса да ұнады деген ойламын. Сондықтан сау болыңыздар.